Ұлттық киім ұлттың сәні ғана емес, тұтас бір дәуірдің тарихы мен тереңдігін паш ететін рухани қазына. Әр ойы тарих, әр бүрмесі тағылым. Қазақ елінің ұлттық киімі өзіндік орны бар құндылық. Қазақ қызы кішкентайынан салт дәстүрді бойына сіңіріп өседі. Оның алғашқы көрінісі киім үлгісінен байқалады. Мысалы, жасөспірім қыз ерекшелену үшін тақия киген. Бұл нәзіктіктің және туған жермен үндестіктің белгісі. Жеңіл көйлек жан еркіндігінің бейнесі. Қалыңдық сәукеле киіп, ата дәстүрін сақтап, келіннің қадірлі болмысын танытқан. Бешпент суықтан қорғап қана қоймай, шыққан тегін білдіретін шежірелік кестемен безендірілген. Жеңіл жаулық, үлкендерге деген құрмет пен әйел болмысының нәзік сыры. Кимешек әйелдің тұрмысы мен парасатын бейнелейтін ерекше бас киім. Қазіргі таңда өкінішке орай өзге елдің мәдениетін дінмен ұштастырып, қазақтың қара көз қыздары қара жамылуда сәнге айналдыруда. Арасында қазақ елінің ұлттық киімі бұл жай ғана матадан тігілген киім емес. Ол ұлттың жаны, өскелең ұрпаққа мирас болған рухани шежіре. Сондықтан өзгенің сәніне еліктемей, өзіміздің асылымызды ардақтай білу әр қазақтың парызы.